Маңдайымызға біткен олигархтарымыздың істеген ісімен жүріс-тұрысы күрделі. Кей әрекеттеріне қарап, осылардың есі дерті далама деп ойлап қалады екенсіз. Жердің асты үстіндегі байлығымызды қолына қондырған олигархтарымыздың жүргізетін саясатын дөп басып тануда оңай емес. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы әлемдік ERG корпорациясының Қазақстандағы кәсіпорындарында болып жатқан нәрселерді және олигархтардың бет алысы жайлы жан-жақты саралап материал жариялап тұрады. Соңғы жарияланымы "Енді сен ие бол. Еуроолигархтар неге Қазақстанды балаларына қалдырды" деген тақырыппен жарыққа шықты. Елдің ең байлығын миллиардерлер ұрпағына мұраға қалдырып жатыр ма деп те ойлап қаласыз. Әрі олардың қаржыны сыртқа аттандырып жатқаны, қазба байлықтарымызды шетел банкіне кепілге рәсімдегені көңілді алаңдатады. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы. Мақаланы оқып отырып, олигархтардың бет алысы қайда бағытталған, ойындары нені көксейді деген ойда қаламыз. Еуразиялық үштік атанып кеткен олигархтар триосы Машкевич, Шодиев пен Ибрагимов аренадағы орындарын босатып, барлық активтерін басқаруды балалары мен сенімді адамдарына тапсыруда. Фаттах Шодиев пен марқұм Алиджан Ибрагимов бұл процесті аяқтап қойған болатын. Александр Машкевич биылғы жылдың соңына дейін істі реттемек. Алиджан Ибрагимов активтерін жесірі Мұқадасхан Ибрагимова басқарады. Осы аптада олигарх Фаттах Шодиевтің қызы Муниса Шодиева Еуразиялық банктың директорлар кеңесіне кірді. Кеңесті әлі күнге дейін Александр Машкевич басқарып отыр. Одан бөлек кеңеске марқұм Алиджан Ибрагимовтың баласы Шухрат Ибрагимов, осы аптадан бастап Муниса Шодиева, тәуелсіз директорлар Виталий Репей мен Арман Нұрышев мүше. Биылғы жылдың соңына дейін Александр Машкевич Еуразиялық банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағалығынан кетеді. Тура ERG Сарл корпорациясындағы сценарий бойынша Машкевич өз орнын Эдуард Сурлевичке беруі мүмкін дейді неге дерек көзі. Сурлевич көп жылдан бері Машкевичтің сенімді көмекшісі әрі орынбасары болып келеді. Қазақстандағы банкты бақылап отыруға кіріскен Муниса Шодиева кейбір ақпарат бойынша Бельгияның азаматы көрінеді, бірақ көп жылдан бері Лондонда тұрады. Оның негізгі бизнесі брендті киімдер. Оның клиенттер арасында Виктория Бекхэм мен Гвинет Пэлтроу сияқты жұлдыздар бар. 2014 жылға дейін Муниса Шодиева Лондонда әкесінің компанияларында жұмыс істеп, NRC-де инвестициялар және қоғаммен байланыс жөніндегі директор қызметін атқарған. Қазір Муниса бақылап отыратын Қазақ банкі тәуір кіріс әкеліп отыр. Еуразиялық банк акционерлік қоғамының қаржылық тобы 2023 жылдың қорытындысы бойынша өз капиталын 1,5 есеге ұлғайтып, 304 миллиард теңгеден асырған еді. 95,4 миллиард теңге таза пайдаға ие болды. Еуразиялық банктың тобына банкпен қатар Еуразиялық жоба 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Еуразиялық жоба 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің еншілес кәсіпорындары кіреді. Осы топты Еуразиялық қаржы компаниясы акционерлік қоғамы басқарады. Тиісінше Еуразиялық олигархтар үштігі осы басқарушы акционерлік қоғамның тең үлесін ұстап отыр. Александр, Фаттах пен Алиджан кетсе де, Машкевич, Шодиев пен Ибрагимовтар кетпейді. Олардың орнын ізбасарлар басуда. Олигархтар Қазақстанда иелік етіп отырған активтерін сатуды жоспарлап отырған жоқ деген жаны бар әңгіме болса керек. Қолға үздіксіз $100 миллион қаржы әкеліп отырған майшелпектен кім айырылғысы келсін? Әрі портал бірқатар материалдарының ішінде биылғы жаз ортасында жариялаған мақаласында ERG Қазақстандағы кәсіпорындарын кредитке тығып тастаған жазған еді. Онда мынадай мәліметтер келтірілген. Александр Машкевич бастаған олигархтардың Еуразиялық үштігі Қазақстандағы кәсіпорындары Қазхром мен Соколов-Сарыбай кен байыту өндірістік бірлестігіне ВТБ банкінен кредит рәсімдеген. Артынша бірден сол қаржыны кредит түрінде Люксембургтағы бас кеңселеріне аудартып алған. ВТБ акцияларының 92%-ын Ресей үкіметі қадағалайтынын ескерсек, қазіргі таңда біздің стратегиялық қазба байлықтарымыз залог ретінде Кремльдің қолында тұр. 2021 жылы алдын ала жасалған кредиттік келісім
боюнча Казхром акционерлік қоғамы ВТБ банкінен 250 миллион доллар алған. Оған дейін тағы 100 миллион доллар қарызға кірген. Бір қызығы, сол ақшаны алғаннан кейін Казхром өзінің акционеріне, яғни Люксембургтағы ERG корпорациясына 98 миллион доллар кредит берген. Ал оның алдында 2025 жылға дейінгі мерзімге 227 миллион доллар аударған. Бұдан бөлек, қаңтар оқиғасынан кейін Казхром акционерлік қоғамы өзінің барлық кредиттеріне ВТБ-дан 2 жылға шегерім сұратып алған. Демек, қазір Казхром кредитте ештеңеде төлемей, ақшаның барлығын Люксембургтегі Машкевичтерге аударып жатыр. Былтырғы таза пайдасы 439 миллиард теңгеде сол акционерлерге кетті. Ал 2 жылдан кейін ақшаның барлығын сорып алған олигархтар Қазақстандағы қарызға белшеден батырып тастаған кәсіпорындарын мемлекетке өткізе салып, гудбай деуі әбден мүмкін. Енді ERG-дің Қазақстандағы кәсіпорны Соколов-Сарыбай кен байыту өндірістік бірлестігіне келсек, одан ERG кредит ретінде 423 миллиард теңгеге жуық қаржы алған. ERG неге Қазақстандағы компанияларын қарыздандырып, сол қаржыны өзіне тартып отыр? Оның бір себебі Қазақстандағы кен орындарын кепілге қоюға болады. Бұл ретте ERG-ге ірі акционер болып отырған Қазақстан үкіметінің өзіне болашақ ор қазып жатқанын айта кету керек. Мүмкін нәрсенің бәрін сорып тастаған, капиталды шетелге шығарып алған олигархтар кетіп қалса, тұралаған өндіріс орындарын қайта көтеруге, митингілетіп жатқан жұмысшыларға айлық төлеу үшін тағы да ұлттық қорды ашуға тура келеді. Сондықтан ERG-дегі қаржылық операциялар қаржы мониторингі агенттігінің жіті қадағалауында болғаны дұрыс еді. ERG акцияларының 40% Қазақстанға, 20,7% Александр Машкевичке, 20,7% Алиджан Ибрагимовтың жесірі Мұқадасқан Ибрагимоваға, 18,6% Патох Шадиевке тиесілі. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.